Бай болған дәулет мол тілеу берді, байлықпенен меңгерген тамам елді. Жас кезінде қыстандап кезіп еді, Алтынай дейтін сұлуды алып еді. 2 жылдай отасып тілеу берді, тұңғышы Алтынайдан бір қыз көрді. Сұлшаш қойып атын ұлан асыр, той жасап бүкіл елді дірілдетті. Ер жеткенде күн түсіп бұғағынан таң қылды сұлулығы көрген терді. 16-ға келгенде қыздың жасы төгіліп тізесіне түсті шашы. Ол кезде қозы баққан Алтай бала соқтығып ойнаған боп бағып келді. Көретін Сұлушаштың тартып сырын. Сұлушаш сол мезетте күлімсіреп Алтайға аударатын көздің қырын. Осылайша пәлен уақыт Алтай жолдасымен жылқы бағып, жалшыланып жүргенде Сұлушашқа көңілі кетеді. Жігіттің сұлу далма ойы бар еді, бірақ әкесінің көз жасы бар болып тұр. Мұнда кел қызым, саған айтар әңгімем бар. Ал әке, не болып қалды? Естіп ал қызым, көрші рудың биі келші жіберді. Сені соның ұлына атастырдық. 48 бай тауып, 100 қой, 5 түйе қалың мал кеседі. Менің абыройым асқақтай түспек. Әке, мені малға айырбастағаныңыз ба? Мен ол адамды көрген де емеспін. Оның жасы менен 2 есе үлкен дейді. Жап аузыңды. Қыз баласының өз еркі болған ба? Сенің міндетің әкенің мерейін өсіру. Мал байлық, байлық билік. Сенің сезімің мен мінезің маған керек емес. Мен не айтам, сол болады. Қайбір адамды көрдің өзің әкесіне қарсы шыққан. Апатай, бірдеңе деңізші, дәстүрден асып қайда барасың? Бәріміз де солай келгенбіз. Әкең не айтады, сол болады. Ендеше, неге біздің сорымыз ашылмайды? Неге бізді зат сияқты сатады? Сүйгенмен, осылығын келген үшін кінәлімін бе сонда? Қайран сұлумай, біздің заманның заңымыз. Қыз жат жұрт. Бірақ сенің жүрегің Алтайда екенін білемін. Сақ, әкең естісе Алтайдың қаны төгілер. Бәріміз солай келгенбіз. Мен сенің көкең қанша сүймеймін деп қарсылассам да, көңілім соған орнық. Оған өзің де куәсің. Қайтсем екен, жеңеше. Басқаны Сұлушаштың сүйері жоқ, Алтайдан басқа көңілі иері жоқ. Кездескен Қайырмырзаға кес-кессе де, ішінде тап Алтайдай біреуі жоқ. Сұлушаш Алтаймен көрісудің амалын таппаққа болып, Алтайға адам жібереді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Шеше жүрсің бе Сейіл? Маған бір сұлу аманат тапсырып еді. Жұма күні алдынан қарсы шықсын. Алтайды сай басына тосып алым дейді. Маған салсаң мұндай мүмкіндікті жібермес еді. Жауабыңдай. Бұл сұлуға не болып кетті? Тымысқыздай сұлынғаны несі? Жарайды, барамын. Қалайсың досым? Не жаңалық, не хабар? Бүгін Сұлушаш хабар салдырып, мені сұратыпты. Жасырып не қылайын? Сол аруды аламын деп ант еткем. Ал Қайсар, айтар ақылың не? Мұның бәрі мақұл, қалап тұрсаң тежемейік. Бірақ байқы, іске асықпай кіріскенің дұрыс. Айтпақшы, кешке қарай күзетке сұранамыз. Жақсылықтарды ерттеп қояйын. Жарайды, солай ақ болсын. Уайымдама досым, кешікпейді. Естисің бе, қыздардың досы. Қыздар, жүріңдер. Сайды бұне көш алып жігіттері келіпті, барып қайтайық. Жүріңдер. Ал арулар, сөзім мақұл көрінсе, Алтай менен сұлуды оңаша қалдырайық. Кешіксе бір өкірер, бірін біраздан көрмеді. Жарайды. Халің қалай Сұлушаш? Амансың ба? Не хабар? Алтайжан, қыздың көргені 5-ақ күн. Мұндай дәурен басымнан әлі өтер. Міне, 17-ге аяқ бастым. Маған басқа жерден құда түсіп айтты. Атастырған адамның теңі емеспін. Менің теңім өзімсің.
іштей құса болып, мұнымды төгуге дей келіп отырмын. Егер сол шалдың қойнында қалсам, күнім не болмақ? Мен қайтпекпін, Алтайжан. Құда түскен қай кісі? Ол атақты Байбосын. Оған қыз бермей, теңгермеуге түгел 300-ден әрі келмейді. Енді білдім, Сұлушаш, енді білдім. Мықты дүрдің қармағына түсіпсің. Ол қармақтан құтқару үшін менде кедейдің қолына не келеді дейсің? Әттең, разылығың болса алып қашар едім ау. Бірақ артымды ойлаймын. Алтайжан, өкінгенмен өткен іс бұзылмайды. Мен шынын атсаң, ойлап жүрген бір амалым бар. Сол кісіні шақыртпа ойым бар. Оны қаламайтынымды айтсам, бәлкім келісіп қалар. Келіспесе, бір сұмдық ұйымдастыратын анық. Жамандығын көрсе, әкем өз ақ жолынан тайып берген сертін бұзады. Өзі көнсе, малы да қайырылады. Осы араға шақырған мақұлдасқым келген еді. Мен мақұлдайын, бірақ өзіңе хабар күтіп отырамын. Серттестік. Жолдастарын шақыра қой, та біреу көріп қойса басымызға бәле болар. Қайсар-ау, Тілеуберді өз еркімен Сұлушашты маған бермейсіз. Егер де Сұлушашты алып қашып, қолдарына түсіп қалсақ не болмақ? Не боламыз? Сол аруды алмасам қайтпекпін? Әйтеуір ертелі кеш өлім бар. Қадірлеп жанымызды қапқа болып қайтеміз. Бір амалы болар. Ал мен сенің досың ретінде оттың ыстығына да, қыстың суығына да төсіп келемін. Менен көмек қажет болса, аянбаймын. Таң атысымен Сұлудың жеңгелері қызбен сөйлесуін жиілетті. Сұлуды қолтықтап жеңгесі ақ отауға ертіп келеді. Ой-ау, жеңеше, шаршадым-ау. Жандай көрген жеңгем сен едің. Саған жанашыр деп сенген едім. Айтшы, сол ма мен сенің? Бүйтіп көрген күнім құрсын. Маған шын жанын ашса, ақылыңды айта қойшы. Өзің менің орнымда болсаң қайтер едің? Ой, еркем, неге олай айтасың? Ол бір елдің сылқылдаған мырзасы. Менің не амалым болсын, қарағым. Әкеңнен аттап, қалай сені қолдай алам? Жас көңілмен өмір бақи сүрмейсің. Шамалы отасқан соң үйреніп кетерсің. Сені ханға күндікке емес, әйелдікке беріп отыр. Кіре ғой, жолдасыңмен жол. Амандыққа келіп едім. Сен мені жақсы көрер адам емессің. Осы соңғы көріскеніміз болсын. Өзіңнің де мойындаған дұрыс болар. Қанша жерден бай болсан да, менің жүрегім сатылатын нәрсе емес. Ой, Сұлу, өйтіп шақыртама. Көзіңді ашқын көргенсіз. Мені менсінбек не кімедің? Сен өйтіп тіл тигізбе. Мырзана қылған сыйым осы. Шын кісілігім болса мені еркіме жібер. Бекерден бекер олай алма. Оңбаған Сұлу сазайықтан тұрайын кәйім. Мен сені пәленбай мақсат сатып алған, соны ұмытпа. Мен сені әйелім еткен боламын, оңбаған Сұлу. Ей, алғым, тоқтат! Ойбай, өлді. Не болып қалды, Сұлушаш? Амансың ба? Алтай, қарштен амандығын керек. Маған бұйырмаған Сұлу саған бұйырмас. Алтай! Сұлушаш, демім үзіліп барады. Сені сүйгенім ең үлкен бақытым. Біз қосыла алмадық. Тағдыр бізге ортақ шаңырақ емес, ортақ сағыныш берді. Сенсіз күндерім түссіз өтті. Бірақ мен өкінбеймін. Өйткені шын сүйген жан ешқашан жеңілмейді. Сені сүйген күйімде кетіп барамын. Алтай! Көзімнің нұрын өшірген қара түн, махаббатымды көмген қара жер, сенен қарсақсың! Әй, Сұлу, өзіңді алмасам да басым алады.
қатты соқпау керек еді. Бір кез оның да көктем болған. Ақжаулық емес, ағарман жапқан басын. Ол да біреудің атын іште қайталап, әр әрпінен үміт көрген. Бірақ үміт үзіліп түскен моншақтай шашылды. Әке шешімі заң, ел сөзі қамшы, қыз тағдыр, келісімсіз берілген қолхат. Қыз теңсіздігі тек құлықтың жоқтығы емес, ол үнсіз қалған махаббат. Қанша жүрегін құрбан етті, қанша көктем күзге айналды. Олар үн шығармады, бірақ жүректерінде қарсылықтың мұзы қатты.